Кино бизнес бағдарламасының студиясында бүгін бізде қонақта кино және дубляж актері Жұматай Ахметхан. Ал Жұмеке, қош келдің. Қош көрдік. Ал енді сөздің басында жаңа айтқанымыздай сені кино және дубляж актері ретінде таныстырдым. Одан бөлек сені театр сахнасында да көреміз. Жалпы бұл өнердің үлкен саласы болғанмен, осының ішінде саған өзіңе жаныңа жақын қай сала? Дубляж актер болу әлде кино актер немесе театр актері? Өте қиын не сияқты ғой бұл. Сен отбасыңның ішінде кімді алар едің деген сияқты. Қарындасыңды, папаңды немесе анаңды деген сияқты да бұл. Барлығы жақынды. Театр деп айтайыншы. Театр қанша дегенмен ол жерде шыңдаласың, бір рөлге дайындаласың, әртүрлі рөлдер сомдайсың, сол себептен театр. Ал кино деген ол бірде бар, бірде жоқ. Жақсы. Ал енді театр жаныңа жақын екенін түсіндік. Енді киноға келетін болсақ, жалпы дәл қазір осы хабар арнасында әр сенбі сайын шығып жатқан бұл бізде стажер телехикаясы. Сол телехикаяда сен жалпы эпизодтық рөлге түскеніңді білеміз. Сол жайлы айта кетсең, бұл жалпы жұмыс барысына, бұл түсірілім тобына қалай тап болдың, қандай қызықтар болды деген сияқты? Енді мен ол жерде эпизодтық емес, толық басынан аяғына дейін жүрем. Бір кейіпкермен, Құрмет деген кейіпкер, яғни бас оператордың көмекшісі, жаңағы керек жерде көмектесіп, я болмаса шаптап деген сияқты сондай бір кейіпкер. Менде бұл телесериалға мен кастинг арқылы өттім. Проба жібердім, содан кейін режиссерлар хабарласып, осылай бізде роль бар, келісесіз ба деп келісіп, актерлар барлығын жиналып читкі басталды. Содан бері мінекей әлі жалғасуда. Біз түсіріліп жатыр, осылай апта сайын шығып тұрады. Көріңіздер хабар телеарнасында стажер сериалы. Тамаша. Ал енді бұл бағдарламаға дайындалу барысында сенің әлеуметтік желідегі парақшаңа көз салған болатынбыз. Нақтылап айтсақ, Instagram парақшаңа. Сол жерде бір байқағанымыз, көзге ұрғаны, бұл әрине танымал блогерлар дейміз бәлде, дубляж актерлары саған сәлем жолдаған екен. Карен, ты слышал, кто такой Джуматай? Может быть, Жуматай? Жуматай, да. Жуматай – известный тип в Казахстане. Я наслышана. Это он. Жуматай здесь. Жуматай, ты здесь? Он тут определенно. Олармен өмірде араласасың жалпы? Ол жігіттермен, ол қыздармен мен олар танымал болмай тұрып араласқан болатынбыз. Содан кейін осы бір ай шамасында танымал болып кетіп, өзім таңғалып, мен жаңағы бір Instagram парақшалар салған кезде Каренді жаңағы отметка жасап, айтам, Карен, ойбай, сен Қазақстанда мына жақта жұлдыз болып жатсың. Қазақстанға кел деп кей кезде жазып екеуміз сөйлесіп тұрамыз. Жақсы араласамыз, әлі күнге дейін сөйлесіп тұрамыз. Жалпы мен олар үшін өте қуаныштымын деп айтқым келеді. Жаңағы енді дубляж актерлары белгілі ресейлік. Өзің айтпақшы, танымал болып кетті біздің қазақстандық әлеуметтік желілерде. Енді бұл жалпы бір жаңалық ретінде жарқ ете қалды. Көпшілік таңданып, сондай бір сүйсініп қарады. Бірақ біздің Қазақстанда да дубляж актерлары бар екенін өзің жақсы білесің. Өте көп. Соның бірі өзің. Енді бұл контент арқылы, мысалға, сол біздің Ресейдегі әріптестеріміз танымал болып келіп отыр ғой енді. Сен осы контентті жалпы Қазақстанға алып келуге қалай қарайсың? Яғни осындай әлеуметтік желіге осындай үзінділер салу арқылы. Сондай формада. Өйткені байқауымызша ондай әлеуметтік желіге өзінің қызықты видеоларын жүктейтін бізде қазіргі таңда Қайрат Әділгерей ғана. Қайрат ағамыз ғана, Мен Қайрат ағаммен бір дубляжды болған болатынмен, енді ол кісі есінде жоқ шығар. Мен сол кезде қатты қобалжыдым. Ол кісі өте сондай мықты профессионал деп айтқым келеді. Ұйықтап отырып, біз наушник тағып тыңдап отырсақ, ол наушниксіз де былай картинаға қарап жаза береді. Профессионализмі деген кәдімгідей бір жоғары деңгейде. Енді форматқа келетін болсақ, формат жасауға болады. Бірақ бізде шетелдік фильмдер аз аударылғандықтан, ондай формат кішкене өтпей қалуы да мүмкін шығар деп ойлаймын. Өйткені мысалға біз орыс фильмдерін көрген кезде дауыстар таныс. Черт побери, какого черта? Подожди, Джон деген сияқты. Мысалға дауыстар көпті. Біз соны естиміз да халыққа береміз. Халық, міне бұл дауысты мен естігем ғой дейді. Менің ойымша бізге қазақстандықтарға шетелдік фильмдерді қазақшаға көп аудару керек. Сол кезде дауыстар жатталады. Содан кейін барып сондай формат жасауға болады деп ойлаймын. Тамаша. Демек, бұны қолға алуға әбден болады, Әбден болады. Енді дубляж актер ретінде тағы бір кезекті сауал өзіңе. Қандай киножобаларда дубляж актер ретінде қызмет атқардың? Енді дубляж саласында жұмыс жасап жүргеннен кейін көп деп айтайын.
көп. Соңғы дыбыстаған фильмім ол Қара Қабылан. Черная пантераның дауысымын. Енді ойлап жатқан шығар. Қалай бұл дауыс, мен осындай дауыспен Қара пантераны қалай салуға болады деп. Өйткені Чедвик Боузманның өзінің дауысы деп қалғанда, мен шыны керек қиналдым. Ипомпе деген бір сөздері бар, білмей қиналып кеттім мен шыны керек. Арасында африканша тілдерде сөйлейді да, оны да мен айтам, мүмкін осыны дыбыстамай-ақ қоймыз, оригинал қала берсек қалай болады деп. Жоқ, дыбыстау керекпіз. Африканша сөйлейді. Тамаша. Ал енді біздің көрермендерге сол бір кинодан шағын үзінді келтірсең, жаңағы бас кейіпкерінің дауысын салып дегендей. Дауысын салып дегенде көбінесе ол есте қалатын жағы. Ипомпе дегені, ал былай жаңағы мәтіндері, текстері әлі есімде қалмады шыны керек. Көп фильмдер, көп жаңағы мультфильмдер дыбыстаймыз. Оның бәрін есте сақтау қиындау шыны керек. Енді Қара Қабылан деп отырсың ғой. Одан бөлек жалпы Қабылан емес, адамның кейпінде ойнаған шығарсың енді, дубляж актер ретінде. Джим Керриді дыбыстаған болатынмын. Мүмкін сол Джим Керридің дауысын салып. Джим Керриді шын айтайын, мен бір 4 жыл ма 5 жыл бұрын дыбыстадым. Джим Керри көбінесе сондай ғой оның образы деген сияқты. Сондай өзінің бір мимикаларымен ерекше да. Былай енді мәтін жағына келетін болсақ, кәдімгідей қалай сөйлейміз, бәріміз солай сөйлейміз. Мүмкін кейбір жерде тез сөйлейтін шығар, кейбір жерде баяу сөйлейтін шығар. Тамаша. Ал енді алдағы уақытта шығармашылықта қандай жоспарлар, қандай жаңалықтар күтеміз? Жоспарлар енді жаңағы өзі бір сөз бар ғой, жоспарларыңды айтпа, мақсаттарыңды айтпа деп. Бірақ дегенмен өзім шетелде тағы да өзімді актер ретінде көрсеткім келеді. Қазір бір ойда жүрген мемлекет бар, Түркия мемлекеті. Яғни өзім жалпы түр әлпетіңе қарасақ, түріктерге аздап келесің негізі. Енді соған қарап қой, өзім айнаға қарап түріктегі келетін сияқтым, Түркияға барайын ба деп. Мен жалпы енді Түркияның бір режиссерлармен сөйлескен болатынмын. Түрік тілін білмесем де, бірақ құдайға шүкір қазір аудармашылар бар, солар арқылы сөйлесіп. Ең бастысы айтқаны маған бірінші талап ол тіл деді, тілді меңгер. Содан кейін әрмен қарай көре жатармыз деген сондай бір. Тіл болмаса түр болмайды дейді. Ол рас. Тамаша. Естеріңізге салайық, бүгін бізде студияда қонақта болған кино және дубляж актері Жұматай Ахметхан.